Сәлем, бұл қонжық канал. Бүгін мен сіздерге оригами куклаға арналған мынандай сумочка жасауды үйретемін. Бұның мынандай іші ашылады, ұстайтын жері бар. Мінекей. Мынау кукла былай ұстап тұр, қолына розовый сумканы. Мінекей. Ол үшін бізге керек 10 сантиметрден екі жағыда осындай қағаз. Енді бұл қағазды ең бірінші былай төртбұрыштетіп қайырып аламыз. Одан кейін мына бұрышын мына шетіне апарамыз. Сосын мына жерге қайырып апарамыз. Мінекей. Енді бұның ар жағын аударамыз да, мына жағын ашамыз. Одан кейін мынау үшбұрышпен бірдей етіп қайырамыз. Қайырып болғаннан кейін қаншымен мына ұшын ізіне дейін жеткізбей қиямыз. Ал енді қайтадан ар жағын аударамыз. Бағанағы қиған жеріміздің бір жағын аламыз да мына жаққа қайырамыз. Екінші жағын аударып, мына жағына қайырамыз. Мінекей біздің сумкамыз дайын болды. Енді тек қана бізде ішін ашу қалды. Мінекей. Мінекей мынандай іші ашылады. Осындай сумка. Үлкенін де жасауға болады бұның. Ашылып кетті кішкене. Мінекей. Осыны жасап үйреніп алыңыздар. Каналға жазылуды және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.